Қалай бауырдан құймақ құйып, торт жасауды білесіз бе? Сәлем достар, бүгін бауырдан құймақ құйып, торт жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 400 грамм тартылған бауыр, 200 грамм сүт, 80 грамм ұн, 3 жұмыртқа, 2 ас қасық сұйық май, жарты шай қасық тұз, жарты шай қасық ас содасы және де жарты стақан су қажет болады. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Менің келесі видеоларымды жіберіп алмас үшін. Келесі видеода мен тренд болып жатқан селедка под шубой салатын қалай орап жасау керек екендігін көрсететін боламын. Барлық заттарды араластырып аламыз. Бізде құймақ құятындай сұйық масса болу керек. Тартылған бауыр іртік болып тұрады. Сол үшін блендер қолдандым. Массамыз майда болып тұрады. Бірақ блендер болмаса, бұл әрекеттің қатты қажеті жоқ. Дайын болған сұйық қамырымызды жақсы қызып тұрған табаға аздап май жағып, ожаумен құйып құймақ пісіреміз. Екі жағын сәл қызартамыз. Осылайша барлығын пісіріп аламыз. Достар, менің YouTube каналымда көптеген оңай әрі тез дайындалатын пайдалы рецепттер бар. Кіріп көріңіздер. Құймақтарды чугун табаға пісірдім. Арнайы жаңадан сатып алдым. Сапасы өте ұнады. Достар, қалай ойлайсыздар? Тамақты чугун табаға пісірген жақсы ма, әлде тефлон табаға ма? Пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Барлық құймақтарды пісіріп алған соң салмасын дайындаймыз. Мінеке, құймақтарымыз дайын. Келесі кезекте көкөністерімізді тураймыз. Ол үшін бізге пияз, сарымсақ, сәбіз қажет болады. Пиязды тураймыз, сарымсақты майдалаймыз, сәбізді теркадан өткіземіз. Барлығы дайын болған соң майға қуырамыз. Жақсы қызып тұрған табаға көкөністерімізді салып, жұмсарғанша қуырамыз. Отын сәл азайтамыз. Дайын болған көкөністерді суытып аламыз, майонез қосып араластырамыз. Ендігі кезекте бауыр тортын жинаймыз. Ол үшін бір құймақты алып, үстіне салмасын саламыз, екінші құймақпен жабамыз. Осы әрекетті біткенше жасаймыз. Достар, видео ұнаған болса, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Дәмі тіл үйретін, тойымды, тәбетті ашатын тіс басарымыз дайын. Сіз де жасап көріңіз. Менімен болғандарыңыз үшін рахмет. Баршаңызға ас болсын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.